Сәлем, достар, қалайсыздар? Ас үйдің ханшайымдары. Сіздерге оңай әрі тез, жұмсақ, шайға әдемі жүретін торттың рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен жұмыртқа мен секерді ағарғанша, секері езілгенше араластырамыз. Одан кейін шоколад пен сары майды водяной баняда ертіп, жұмыртқалы массаға құйып араластырамыз. Рецепті төменде описанияда жазылып отыр. Араластырып болғаннан кейін құрған ингредиенттерді осылай дайындап қоямыз. Какао, разрыхлитель, ұн үшеуін жай-жайдан салып, массамызға салып отыра араластырамыз. Консистенциясы осындай болады. Одан кейін пешімізді дайындап қоямыз. Пешімізді 160 градустағы қыздырып қоямыз. Пергамент қағазына дөңгелектеп салып шығамыз. Мен сияқты осындай кремге арналған мешокқа саламыз. Елі болмаса қасықтың көмегімен салып шығуға да болады. Осылай дайындап аламыз да 160 градуста пісіріп аламыз. Бұл корждар піскенше кремін дайындаймыз. Творожный сыр мен секерді араластырып аламыз әуелі. Одан кейін сливкиді құйып, тағы да араластырамыз. Әбден араластырып аламыз творожный сырымызды. Осылай қоюланғанша араластырамыз. Одан кейін ыдысқа корждарды салып, крем жағып видеодағыдай салып шығамыз. Бетін әсемдеуге ертілген шоколадпен әсемдейміз. Енді керемет, жасалуы да оңай.